Ассалаумағалейкум қадірмен көрермен, бүгін бізде Samsung S25 Ultra телефонның бетіне реклама шығып кете береді. Және мынандай настройкалар әртүрлі болып нәрселер кіріп кеткен. Вирус кіріп кеткен болса, реклама шыға беретін болса, соны өшіру керек. Енді бізге Google Play деген тауып аламыз. Поискқа басамыз, поиск приложения. ADD деп жазамыз. Детектор. Осыны орнатамыз қазір. Клиенттер шабық қалды. Ад детектор, мінеке реклама детектор, осыны орнатамыз. Мәссаған қарасаңыз, қандай тез жұмыс істейді ультралар. Samsung S Ultra дейді, 25. Ашамыз открыт, оңға басамыз, разрешить. Астына түсеміз де, установленное приложениеге басамыз. Осы жерден детектор реклама деген тұрады, осыған басамыз. Үстіндегі соң қосамыз, астына қарай шығамыз да, разрешить. Мынаны қосамыз, коснуться, да. Көп бізде белгі шықты. Артқа қайтамыз. Оңға басамыз, ат детекторды қосамыз, артқа қайтамыз. Дайын. Разрешить. Қазір ол енді мына жеріне реклама шығатын приложениені ұстап алатын жерге кетеді. Кеңіздер бүйтеміз, ол шығамыз ортан басып. Мынаған бір лаунчерні бұнысы орнатылып біткен сияқты. Оны да қазір іздеп көреміз біз. Настройкаға басамыз. Приложениеге кіріп көреміз. Мынау жүректің белгісі тұр ғой. Осы шығарып жатыр негізінде. Главный экран, One UI дегенді қосамыз да. Осы орнатылып тұр екен. Осы жерден көрейік деген ғой, жаңа ондай нәрселер шығып кетіп отқанына. Осыларды өшіру керек ғой деймін. Қазір көреміз. Ат детекторға кіреміз. Мынау давление өлшейді екен. Окей деп өшіріп тастаймыз осын. Может позже. Қайтамыз. Көрдіңіз ғой, сол жаңағы давление өлшейтін өшіріп тастаған ек, тазаланды негізінде. Өшіріп қойсақ, одан кейін клиенттер шалқытып қалды. Енді Samsung ұстайтын болсаңыз, Samsung'та өзінің мынандай SMS деген несі болушы еді. Жерде бар ма екен? Сообщение. Мына сообщение емес, басқа өзінің сообщениесі болу керек. Оны алып тастаған болса, онда отключенные деп көреміз. Жарайды оны. Мен табір не көрсете салайын деген жақсылық қосқанда. Мінекей бізде өшірілді. Ат детектор. Ол өзіне кіргенде реклама шығып болады, бірақ ол төбесіне открыть приложениені басамыз. Мінекей осылай өшіріп тастаймыз. Тазаланды. Енді вирустың барлығын реклама шығаратын мәні өшірген соң, енді біз мына ат детекторын үстіне басып қойды, удалить етіп өзін өшіріп тастаймыз. Оған рахмет деп қоямыз. Болды, осымен дайын. Samsung S25 Ultra. Сведения ПО, Android версия 15 шығып кетті мінеке. Android версия, Android 15. Жаңадан Android версиялар шығып жатыр. Көреміз, олар қандай болады екен. Біздің каналда енді көбінше блокировкаларды ашуға салатынбыз. Версия Android, версия One UI 7. Сонымен видеоны аға болса, пайдасы тегімізді каналға тіркелеміз. Сау болыңыздар.